Құрметті әріптестер, бүгінгі әдістемелік сабағымызда қысқа мерзімді жоспарды QR код арқылы жасап үйренейік. Ең алдымен қымыжыны QR форматына келтіру үшін біз қымыжыны дайындап аламыз. Жұмысты бастау үшін Google сайтына Google Диск деп жазып аламыз. Google Дискке өзіміздің аккаунт сайтымызбен кіреміз. Келесі қадамда создать батырмасын басып, загрузить файл бөлімін таңдаймыз. Сол жерден өзімізге қажетті қымыжы құжатын таңдап, жүктеп аламыз. Жүктеп алынған қымыжы құжаты осы терезеге келіп түседі. Таңдалған қымыжы құжатының оң жақ батырмасын басып, поделиться бөліміне өтеміз. Поделиться бөліміндегі открыть доступ батырмасын таңдап, құжатқа қолжетімділікті ашамыз. Осы тұста доступ ограничен бөліміне өтіп, сілтемесі бар барлық адамдар форматына ауыстырамыз. Осылайша құжат барлығына ашық болады. Келесі кезекте дайын болған қымыжыны көшіріп аламыз. Келесі кезеңде QR жасауға арналған сайтқа өтеміз. Бұл сайттың артықшылығы тек құжат сілтемесімен шектелмей, суреттер мен музыкаларды WhatsApp пен YouTube-ты да пайдалану арқылы QR құрастыруға болады. Ең бірінші тұрған қатарды басып, көшіріп алған қымыжыны қоямыз. Келесі қатарға қысқа мерзімді жоспар деп жазып алып, келесі бөліміне өтеміз. Бұл жерде QR-дың сыртқы безендірілуіне байланысты көптеген таңдаулар ұсынылған. Сондай-ақ QR-дың түрін, түсін өз қалауыңызға сәйкес еркін түрде құрастыра аласыз. Бұдан бөлек QR-дың ішкі құрылымында өзіңіз реттей аласыз. Яғни нүктелері, сызықтары, кесте түрлері мен бөлімдерінің орналасуын өзгертіп, өзіңізге ыңғайлы әрі көзге тартымды етіп безендіруге мүмкіндік бар. Ең соңында дайын QR-ды жүктеп алып, оны қалаған шаблонға орналастырамыз. Осылайша жұмысымыз толық аяқталып, қолдануға дайын болады.